Көбелек жалғасы. Түн мамыражай тыныштық, тек ара-тұра әупілдектің даусы шығады. Иттер де анда-санда болмаса онша көп шәуілдемейді. 986-987. Ой, шатасып қалдым. Ана жұлдыздың санадың ба, санамадың ба? Қайсысын айтасың? Әне біреуін айтамын. 7 қарақшының 5-ші жұлдызының оң жағында көмексіз жұлдызды. Санаған жоқ шығарсың. Әй, санадым-ау деймін. Болды, қойшы, жалығып кеттім. Денем тоңып тұр. Атаңның ішігін киіп алмадың ба? Қойшы, сен жылтшы мені. Сөйтіп, жұлдыз санап отырған жігіт пен қыз тоңазыған денелерін жылту үшін екеу бір адамдай болып, жігіттің ұзын әскери плашының ішіне паналап алған. Жігіттің жалын шарпыған оттай демі жиілеп бара жатты. Бір шөкім күрең бұлттан жарқ етіп шыға келген айдың нұры екі бірдей жалаңаш денені жарқ еткізді. Екеуі де шалқаларынан жатыр екен. Жігіт аузына шиі тістеп алыпты. Бағанағы қыздың мұздадық дегені өтірік екен. Мұздаса осылай жата бере ме? Мәрлен, ау, жасың қаншада? Осы күзде 27-ге шығамын. Нағыз шағында екенсің ғой. Үйленбейсің бе? Қыз, жоқ. Мен ал. Тимейсің ғой, тисең ертең-ақ әкемдерді құдалыққа жіберер едім. Кім айтты тимейді деп? Алсаң қазір-ақ қол ұстасып кете бермеймін бе? Екеуі қайтадан бірдене болып қалған. Әйел бойындағы жыландар жай тапқан тамырындағы қаны баппен ағып жатты. Мектепті бітіре салысымен қой бағып тау асып кеткен бұндайдың бәрінде көрмеген жігіт байғұс орнынан атып тұрып, үйленейікші деді. Мына бір аңқау жігіттің алаңғасар қылығына сыңғырлап күліп алған Әйгерім, кет бар әрі, жынданғанбысың, қой айналайын, обалыңа қалып жүрермін. Бәрі әзіл ғой деді. Осылай деуін дегенмен шын мәнінде мерейлі жігіттің жары атанудан қашпас еді. Бұндайды көрмеппін деген жігіттің бұған деген ықыласы жаны бітіп-ақ жіберген. Мәрлен ондайды көрмесе, Әйгерім осы күнге дейін мынандай мейірімді көрмеген екен. Көздерінде от ойнаған жігіттің мейіріммен кетіп, мына сұм жалғанның қай бұрышынан жылу таппақ. Бәрін тастауға дайын еді. Бірақ мына бір таптаза періштеге өзін лайықсыз санап қиналды. Қой, құрсын, есің барда елің тап деген ертең қалама қайтайын деп тағы бір ойлады. Бірақ ол ойына жетіп үлгермеді. Үлгертпеді ғой Мәрлен оған. Гүлге қонар көбелек, жаңбыр жауып себелеп, ден сау болса болғанай, аса байлық не керек? Бұл ән Мәрлен мен Әйгерімнің құдалық тойында отырған кемпірлердің дастархан басына тойбастар табақтары келген кездегі әулетте салған ән. Үйдің іші екі жасқа бақыт тілей келген қонақтарға толы. Барлығы да шын қуанып отыр. Тек шулы қаладан келген Әйгерімнің шешесі ғана көңілсіздеу. Мына қыз есінен адасқан шығар деп ойлайтындай. Ол әйелдің салқындығы, құдалықтары жарасқан қарт шопандар пысқырып та қарамады. Ойламаған жерден бастала кеткен құдалықтарына мыңжылдық болсын деп мәре-сәре болып жүр. Мәрлен бұрқылдап қайнап жатқан қазанның астындағы шоқты алып самаурынға салып отыр. Ара-тұра келіншегіне ұрлана қарап жымиып қояды. Әйгерім болса бұл гүлден ұшып шығып келесі гүлге қонған көбелекке көз алмай қарап отыр.